Саламатсыз ба студенттер, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұлшықеттер жүйесінің морфологиясы. Дәрісте қамтылатын негізгі сұрақтар. Бірінші сұрақ: бұлшықеттер жүйесінің жалпы сипаттамасы, бұлшықеттердің дамуы. Екінші сұрақ: мүше ретіндегі бұлшықеттің құрылысы, оның анатомиялық бөліктері. Үшінші: ішкі құрылысына, пішініне және қызметіне байланысты бұлшықеттердің жіктелуі. Бұлшықеттердің көмекші мүшелері. Төртінші: қаңқа бұлшықеттерінің жіктелуі. Жануар организмде даму тегіне байланысты бұлшықеттер сомалық бұлшықеттер және висцералдық іштік бұлшықеттер болып екі топқа ажырайды. Ұрықтың сегменттелген мезодермасынан, спланханомынан қалыптасатын желбезек аппаратынан дамып жетілетін висцералдық бұлшықеттерге бастың бет, мимикалық бұлшықеттер және шайнау бұлшықеттері, көздің бұлшықеттері, құлақтың бұлшықеттері, бастың терасты бұлшықеттері, тіл асты сүйектің бұлшықеттері, жұтқыншақтың бұлшықеттері, көмекейдің бұлшықеттері, трапеция тәрізді бұлшықет, төс, бас және иық бас бұлшықеттері, ішкі мүшелер құрамында етті қабықтар мен етті қабаттар жатады. Жануарлардың бас аумағында висцералдық бұлшықеттер түр өзгеріске ұшырап, сомалық бұлшықеттер тәрізді бас сүйектерімен байланысып, қаңқа бұлшықеттеріне айналады. Сомалық бұлшықеттер сегменттелген мезодерма миотомынан, склеротомынан бірге дамиды. Сондықтан сомалық денелік бұлшықеттер қаңқа сүйектермен байланысып, біртұтас тірек қимыл аппаратын құрайды. Осыған байланысты бұларды қаңқа бұлшықеттері деп те атайды. Қаңқа бұлшықеттері тірек қимыл аппаратының белсенді бөлігін, ал қаңқа сүйектері оны енжарлы, бірақ тым қажет бөлігін құрайды. Сомалық бұлшықеттерді зерттейтін морфологиялық ілім саласын миология, грек тілінен мион, ет, бұлшықет, логос ілім деп атайды. Бұлшықеттер жүйесінің жануарлар организмінің кеңістіктегі қозғалысы жүру, жүгіру, секіру, өрмелеу, ұшу, жүзу, жорғалау, тағы да басқа мен дене мүшелерінің салыстырмалы қимылын іс жүзіне асырады. Бұлшықеттердің тіршілік қасиеттері жиырылғыштық, тітіркендіргіштік, серпімділік және ширығушылық тонус бұлшықеттердің жиырылу процесін іс жүзіне асыратын құрылымдарға бұлшықеттер паренхимасын құрайтын ет талшықтары, миосимпласттар, цитоплазмадағы арнайы органеллар, миофибриллар, протеиндік жіпшелер. Жануарлар денелеріндегі бұлшықеттердің орташа үлес массасы жылқыдан 47,4%, сиырды 42,4%, 47%-ға дейін. Қой мен ешкіде 37%, шошқада 31%-ға дейін. Бұлшықеттің химиялық құрамының орташа көрсеткіштері: су 75% құрайды, минералдық тұздар 1%, органикалық заттар 24%. Органикалық заттардың құрамы: протеиндар 20,2%, майлар 2%, көмірсулар 0,6%, май тәрізді заттар 0,8%, азоттық экстрактивтік заттар 0,4%. Бұлшықеттер түсінің әртүрлі болуы: бұлшықет талшықтары саркоплазмасында құрамында болып, тыныс алу процесіне қатысатын темір молекуласымен байланысқан миоглобин, хромопротеиннің мөлшеріне байланысты. Миоглобин көп болған сайын бұлшықеттің түсі қызыл қоңырлана бастайды, ал азайған сайын бұлшықеттің түсі ақшыл қызғылт түске айналады. Бұлшықеттің анатомиялық бөліктері. Бұлшықет латын тілінен мускулус 3 бөліктен тұрады. Бұлшықет басы, латын тілінен капут мускули, бұлшықет құрсағы, латын тілінен алғанда вентер мускули және бұлшықет құйрығы кауда мускули тұрады. Бұлшық еттің сіңірлі басы қозғалмайтын сүйектегі нүктеден пунктум фиксум басталады. Бұлшықеттің сіңірлі құйрығы қозғалатын сүйектер нүктеден пунктум мобил аяқталады. Бұлшықет басы мен бұлшықет құйрығы, бұлшықеттің сіңірі, тендомускулі ұштары, бұлшықет құрсағы, бұлшықет талшықтары паренхима және оларды біріктіріп тұратын дәнекер ұлпаралық аралықтағы строма құралған. Бұлшықет сіңірлерінің құрылысы да бұлшықет
құрсағына ұқсас, яғни паренхимадан, коллаген талшықтарынан және стромадан, борпылдақ дәнекер ұлпасынан тұрады. Burada суретте көрсетілген тегіс, көлденең және үш түрі. Пішінді байланысты бұлшықеттер жалпақ, дөңгелек, ұзын, қалың бұлшықеттер болып бөлінеді. Жалпақ бұлшықеттер негізінен жануарлардың денесінде тұлға бөлігіне ұзын және қалың бұлшықеттер, аяқтарда дөңгелек бұлшықеттер сыртқы ортамен қатысатын, дененің табиғи тесіктерінің қабырғаларында қысқыш бұлшықеттер орналасады. Бұлшықеттердің аталуы олардың басталатын бастарынан екі басты, үш басты, төрт басты бұлшықеттер санына, орналасу орындарына, төс қабыртқалық, тағда басқа пішіндеріне, үшбұрышты, ромб, трапеция тәрізді, тісше көп бөлімді бұлшықеттер байланысты болады. Қызметіне байланысты бұлшықеттер динамикалық және статистикалық бұлшықеттер болып бөлінеді. Динамикалық бұлшықеттер жануарлардың кеңістіктегі қозғалысын қамтамасыз етеді. Бұлар құрылысы жағынан қарапайым бұлшықеттер, күшті жиырылып, үлкен жұмыс атқарады, бірақ тез шаршайды. Статикалық бұлшықеттер жануарлар денесінің кеңістіктегі тепе-теңдігін сақтауға, немесе денені белгілі бір жағдайда бекітіп ұстап тұруға қатысады. Бұлар құрылысы жағынан негізінен қауырсынды бұлшықеттер, баяу және ұзақ жиырылып, көп уақытқа дейін шаршай қоймайды. Қаңқа бұлшықеттерінің ішінде динамикалық және статикалық таза бұлшықеттер сирек кездеседі. Олардың көбісі негізінен аралас бұлшықеттер. Мына суретте ірі қараның бастың, дененің, алдыңғы аяқ, артқы аяқ, жауырынның, іштің бұлшықеттері көрсетілген. Бұлшықеттер қызметіне байланысты әртүрлі аталады. Жазғыш бұлшықеттер, экстензорлар, бүккіш бұлшықеттер, флексор, жақындатқыш бұлшықеттер, абдукторлар, алыстағыш бұлшықеттер, абдукторлар, көтергіш бұлшықеттер, леваторлар, түсіргіш бұлшықеттер, депрессорлар, кергіш бұлшықеттер, тензорлар, тарылтқыш бұлшықеттер, констрикторлар, кеңейткіш бұлшықеттер, дилататорлар, қысқыш бұлшықеттер, сфинктерлер, кері тартқыш бұлшықеттер, ретракторлар, айналдырғыш бұлшықеттер, тотаторлар, сыртқы айналдырғыш бұлшықеттер, супинаторлар, ішкі айналдырғыш бұлшықеттер, пронаторлар. Қаңқа бұлшықеттер, біліктік қаңқа бұлшықеттер және аяқтар бұлшықеттері болып екі топқа бөлінеді. Біліктік қаңқа бұлшықеттері, бас бұлшықеттері, бет бұлшықеттері, шайнау бұлшықеттері, тұлға бұлшықеттері, алдыңғы аяқты тұлға мен бас аумақтарына бекітетін бұлшықеттер, омыртқа бағанының бұлшықеттері, көкірек керегесінің бұлшықеттері, құрсақ қабырғасының бұлшықеттері және құйрық бұлшықеттер, дорсальды бұлшықеттер, вентральды бұлшықеттер болып үш топқа бөлінеді. Аяқ бұлшықеттері алдыңғы аяқ және артқы аяқ бұлшықеттері болып бөлінеді. Алдыңғы аяқ бұлшықеттері иық буынының бұлшықеттері, шынтақ буынының бұлшықеттері, тізе буынының бұлшықеттері, бақай буынының бұлшықеттері, ал артқы аяқ бұлшықеттері жамбас, ортан, жілік буынының бұлшықеттері, тобық буынының бұлшықеттері, тілерсек буынының бұлшықеттері, бақай буынының бұлшықеттері болып бөлінеді. Бақылау сұрақтары. Бұлшықеттердің даму тегіне қарай бөліну, оларға жататын бұлшықеттерді атаңыз. Висцералдық сомалық бұлшықеттерге сипаттама беріп, олардың дамуына тоқталыңыз. Бұлшықеттерге тән тіршілік қасиеттері. Бұлшықеттердің жануарлар организмі маңызы, үлес, массасы және химиялық құрамы. Мүше ретінде бұлшықеттің құрылысы, бұлшықеттің анатомиялық бөліктері, бұлшықеттердің ішкі құрылысының байланысына жіктелуі, олардың құрылысы, бұлшықеттердің пішініне байланысты жіктелуі, бұлшықеттердің қызметіне байланысты жіктелуі, олардың маңызы, атқаратын қызметіне байланысты бұлшықеттердің аталуы, бұлшықеттердің көмекші мүшелері, қаңқа бұлшықеттердің жіктелуі. Ұсынылған әдебиеттер: жануарлар морфологиясы және латын терминологиясының оқулығы. Авторы Жанабеков. Назарларыңызға рахмет.